Сәбидің ішіне жын кіруі мүмкін бе? Жын адам мен періште секілді Құдайдың жаратылысы болды. Олар ішінде жындар жақсы және жаман болып бөлінеді екен. Жақсы жындар, яғни мұсылман жындар, Алла елшісіне былай деп айтқан екен: біз адам баласына ешқандай зиян тигізбейміз. Бірақ адам баласы білместіктен өзі тиіссе, онда біз кек алуымыз мүмкін дейді. Күн батқаннан бастап олар жер бетіне тарай бастайды екен. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мынандай өсиеті бар: күн батарда балаларыңды жандарында жақын ұстаңдар дейді. Себебі осы кезден бастап шайтандар жер бетіне тарайды дейді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өсиетінде азан шақырудағы мақсат сол баланың кішкентай кезінде бір жын айналдырады екен. Сол қонақтап қалмасын деп азан шақырғаннан ол қашып кетеді екен. Соның себебінен баланы аман сақтау үшін азан шақырады екен.